Спарта жасасын! Спарта жасасын! Ұлы патшамыз жасасын! Ұлы патшамыз жасасын! Троя ханзадалары, Елена патшайым екеуміз бүгінгі қонағасыға қош келдіңіздер дейміз. Бұған дейін Спартамен және Троямен арамызда талай шайқастар болды. Ұрыс алаңда талай кездесіп аяусыз шайқастар. Мен әкеңді қашанда сыйлайын. Приям әділ патша, қайырымды адам. Оны бұрын қарсыласымдай сыйласам, енді одақтасымдай сыйлайын. Гектар мен Парис жас ханзадалар, тұрыңдар шығане. Бейбітшілік үшін көтерейік. Бейбітшілік үшін. Троя мен Спарта арасындағы ымыра үшін. Құдайлар қасқырларды түзде жортқызсын, ал әйелдеріміз жанымыздан табылсан. Құдайлар үшін. Мұнда келмеуің керек еді. Түні күні де солай дегенсің. Онымыз қателік болды. Ал арғы түн ше? Мен бұл аптада көп қателестім. Кетейін бе? Пропантида теңізіндегі балқалшықтардан алынған маржандар. Әдемі екен. Бірақ тағып жүре алмайым. Мен алай екеумізді де оңдырмайды. Ештеңеден қорықпа. Мен өлімнен қорықпайым. Ертеңгі күннен қорқам. Сен ертең жүзіп кетесің, сосын қайтып келмейсің деп қорқам. Сен Спартаға келмей тұрғанда, мен құтты бір көлеңке сияқты едім. Таңертең тұрам, ас суымды ішем, теңізге шомылам. Бірақ көлеңке ретінде жүрдім. Ертеңгі күннен қорықпа. Бірге кетейік. Атай көрме. Атама. Бір бекінге кел. Бәрібір бізге еш жерде тыныштық болмайды. Адамдар қыр соңымызға түседі, ал құдайлар қарғайды. Әйтсе де мен сені сүйем. Ақтық демім шыққанша сені сүйіп өтем.
Таң арайланып атты. Посейдон жолымызды оңғарған екен. Кейде құдайлар таңда қолдаса, кешке қарғайды. Аға, мені жақсы көресің бе? Мені жаудан қорғайсың ба? 9 жасыңда әкемнің атын ұрлағаныңда менен тура осылай сұрап едің. Бұл жолы не ойлағаның бар? Менімен бірге жүрші. Қайда ол? Кім? Құдай ақы өлтірем сені. Қазір айтпасаң жаныңды шақанамға жіберем. Патшам. Ол қашып кетті. Троялықтарға еріп кетті. Мына балықшы оның солардың кемесіне мінген көріпті. Троялықтар дейсің бе? Ал қашқан Париж ханзада. Кемемді дайындаңдар. Кері бұр, Спартаға қайтамыз. Спартаға бұр! Тұра тұр. Аға, Есуас, не түсіндірейінші. бүлдірдің? Әкем осы бейбіт күнді қаншаңсады. Мен Еленаны сүйем. Махаббат сен үшін ойыншықпен тең. Қайта барсақ та, саудагердің әйелі ме, әлде қызметші әйел ме әйтеуір құр жібермейсің. Одан басқа білетінің бар ма? Біреудің әйелін алып қашып, әкеңнің өзіне деген махаббатын тәрк еткенің бе? Туған еліңе деген махаббатың қайда? Трояның тасталқанын шығарсын дейсің бе? Әйелге бола соғыспаймыз. Сөзіме құлақ асшы. Дұрыс айтасың. Мен саған да, әкеме де қастық қылдым. Елена Спартаға қайтсын дейсің бе? Жарайды, онда бірге кетем. Спарталықтар сен аямайды. Мен шайқаста мерт болам. Батыр сынған түріңе болайын, шайқаста өлем дейді. Айтшы, сенің қолыңнан қаза тапқан адам болды ма? Жауап бер шыған. Жоқ. Бір сарбаздың болсын қан жоса болғанын көрдің бе? Жоқ. Ал мен кісі өлтірдім. Өлер алдындағы жан айқайын естідім, ажалмен бетпе-бет келдім. Оны батырлыққа да, поэзияға да теңеуге болмайды. Махаббат үшін жан қиям дейсің, бірақ махаббаттың парқын білмейсің, өлім жайында да білетінің шамалы. Сол аяқ болсын. Бәрібір онымен бірге кетем. Мен райымнан қайтара алмайсың. Басқа мал жоқ. Трояға аттанамыз. Трояға бұр! Микена